Қайырлы кеш қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мейрамгүл Мәдәлі тікелей эфирде. Студиямызда қонақта Мерген Меңдіғалиев мырза, бас прокуратураның бірінші қызметінің басқарма аға прокуроры. Қош келдіңіз студиямызға. Баршамызға белгілі, бүгін қаңтар оқиғалары тергеу барысы туралы баспасөз брифингі болып өтті. Брифингте айтылған мәселелердің бәрі бұқаралық ақпарат құралдары бетінде жарияланып жатыр. Мен ойлаймын, халықтың онымен танысып үлгерді. Қазірдің өзінде бізді қызықтыратын бір сауал және соңғы уақытта мынау резонанс тудырып жатқан сауалдардың бірі. Осыдан біраз уақыт бұрын Алматы мәслихатының депутаты, бизнесмен, танымал бизнесмен, 2 миллионнан астам әлеуметтік желіде оқырманы бар Қайрат Құдайберген мырза өзінің Facebook парақшасында пост жариялады. Ойын бизнесіне қатысты 20 депутатты кінәлап. Дәл осы посттан кейін, бір күннен кейін біз ол кісіні студиямызда тікелей байланысқа шығардық. Сол кезде ол кісі айтты, ойын бизнесінің басында тұрғандар маған қастандық жасауы мүмкін деген сияқты бір ой айтты тікелей эфирде. Содан кейін, 2 күннен кейін ол кісінің ұсталғандық жөнінде хабар тарады. Мұның қандай да бір оны сұрап отырған себебім, сіздер енді қаңтар оқиғасына қатысы бар деп күдікті ретінде ұстап отырсыздар. Дәл бұл азаматтың жаңағы көтерген постына байланысты, немесе ойын бизнесіне қатысты пікіріне қатысы бар ма, жоқ па? Енді бүгін бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет кеңістігінде кеңінен таралып жатырған ақпарат бұл енді Қайрат Құдайбергенді ұстау жағдайы. Енді сіз айтып отырған ойын бизнесіне қатысты жарияланымы бұл Қайрат Құдайбергенді ұстауға ешқандай қатысы жоқ деп айта аламын. Өйткені Қайрат Құдайберген, өздеріңіз білесіздер, қаңтар оқиғаларына қатысушы және оны ұйымдастырушы ретінде күдікті деп танылды. Бүгінге соттың санкциясымен бір ай мерзімге бұлтартпау қамау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Бір ай мерзімге қамау туралы. Дәл осыған қатысты әртүрлі ақпарат көздері түрлі мәліметтер таратып жатыр, видеолар тарап жатыр, жақтаушы видеолар. Оның сол жерде қаңтар оқиғалар кезінде тоналып жатқан дүкендерді қорғап жатқаны басқа деген сияқты. Және ол кісінің адвокаты бүгін телеграм каналдардың бірінде Қайрат Құдайбергеннің әлі күнге дейін квалификациясының жоқ екені, яғни қандай мәселе бойынша ұсталғандық жөнінде нақты мәлімет берілмей отыр деп хабарлап отыр. Сіздер бере аласыздар ма мұндай мәлімет? Енді тағы да атап өтейін, ол Қайрат Құдайберген жаппай тәртіпсіздерге қатысқаны үшін және оны ұйымдастырушы ретінде бүгін қамауға алынып отыр. Яғни қылмыстық процесстік кодексінің талаптарына сай, яғни ол күдікті деп танылды, яғни соттың санкциясымен бір айға қамалды. Яғни ондай қылмыстық процесстік кодекспен ондай мүмкіндіктер бар. Яғни тек қана осы күні кеше оған қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Яғни оның нәтижесімен құқықтық баға беріледі оның әрекетіне. Болашақта, яғни біз бұл жайында хабардар боламыз. Әрине. Болашақта, Жақсы, тағы бір мәселе. Енді сол Қайрат Құдайбергенге қатысты жарияланған видеолардың өзінен біз көріп жатырмыз, сол жерде жүрген азаматтардың типтерінің әртүрлі болғанын, олардың ниеттерінің әртүрлі болғанын, осыған қатысты өзіңізден сұрағым келеді, жалпы қылмысқа барған азаматтардың әлеуметтік портреті қандай? Жалпы сол кезде, енді сіздер қазір біраз тергеу амалдарын жүргіздіңіздер ғой, кім шықты алаңға? Олар қандай мақсатты көздеді? Енді бүгінгі күні қаңтар оқиғасына байланысты 1207 тұлға күдікті деп танылды. Оның 585-і сот санкциясымен қамауға алынды. Портретіне келетін болсақ, басым көпшілігі бұл 30 жасқа дейінгі бұрын сотты болған, жұмыссыз және орта білімді ер азаматтар. Енді бұл оқиғаларды ұйымдастырушы және қатысушыларды анықтау және оларды жауаптылыққа тарту бойынша бірқатар шаралар әлі жалғасуда. Яғни қарулы шабуылдарға ұшыраған қалаларда қаңтар оқиғаларының жалпы мән-жайы қалпына келтірілуде. Өйткені бүгін сауда орындарының, банктердің, мемлекеттік мекемелердің және өзге де мекемелердің бейне таспалары, бейне камералары зерделеніп талдау жасалуда. Яғни
бұл цифра түпкілікті емес, өйткені өзіңіз білесіз, күнделікті жаңа мән-жай, жаңа осы қылмысқа қатысы бар тұлғалар анықталуда. Анықталып жатыр, бұл өзгеру мүмкін, болашақта көбею мүмкін, 1200 деген әрине, сан қазір тергеу жалғасуда. Енді тағы бір мәселе, мысалы тергеу амалдарын жүргізу кезінде түрлі қысым жасалды деген ақпараттар таратылды. Оның бір қатарын өзіңіз де білесіз. Осыған қатысты бұл қаншалықты шындық деп таптыңыздар? Қысым жасалу фактілері. Өкінішке орай, рұқсат етілмеген тергеу әдістерін қолдану фактілері бойынша бірнеше арыздар түсті. Бүгінге осындай фактілері бойынша, яғни азаптау, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану фактілері бойынша 264 қылмыстық өндірісте бар. Оның 254-ті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен, қалған 10-ы, яғни резонанс тудырған және қаза болумен және жарақат алумен байланысты 10 резонансты қылмыстық арнайы прокурорлардың өндірісіне алынды. Бүгінге 9 лауазым тұлға қорғау органдарының ұсталды, сот санкциясымен қамауға алынды. Олардың 8-і ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері, 1-і полицияның қызметкері. Қазір уақытта бұл істердің тергеу барысы ерекше бақылауда. Яғни бұл істер бойынша жан-жақты барлық тергеу амалдарын қабылдау туралы нақты нұсқаулар берілді. Бұл тергеу жалғасуда. Әсіресе үтік басқыш азаматымыз, біздің. Ол кісіге қатысты қандай шара қолданылды қазір? Осы факты бойынша, жаңағыдай бана айтып өткенде, жоғарыда кінәлі, күдікті тұлғалар ұсталды, сот санкциясымен қамауға алынды, тергеу амалдары жүргізілуде. Нәтижесімен әрине құқықтық баға берілетін болады, олардың әрекетіне қатысты. Енді қаңтар айынан бері қазір 4-ші айда отырмыз, 4 ай өтті. Шамамен қанша уақыт сіздерге қажет осы мәселені анық-қанығына жетіп ақ қарасына жырату үшін? Өйткені менің есімде осыдан 1 ай бұрын, қателеспесем, парламент мінберінде де басшылық, осы құрылымдық күштер басшылары мәлімет берген болатын. Сол кезде де тура осылай айтқан, тергеу амалдары жалғасып жатыр, біз тағы да қосымша ақпараттар береміз деген сияқты. Шамамен қанша уақытқа жалғасу? Енді бүгінге президенттің тапсырмасы бойынша, өздеріңіз білесіз, арнайы прокурорлардың басшылығымен ведомствоаралық жедел тергеу топтары құрылды. Олардың құрамына ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметінің тергеушілері мен жедел уәкілдері кірді. Яғни жедел тергеу тобымен бүгінге 25 мыңнан астам тергеу әрекеттері жүргізілді. 4 мыңнан аса сараптамалар тағайындалды. Яғни өздеріңіз білесіз, бұрын болмаған жағдай Қазақстанда. Сондықтан да бүгінге дейін 4 айдың ішінде ауқымды шаралар жүргізілді. Әлі де қажетті уақыт талап ететін шаралар бар. Сондықтан да осы қаңтар оқиғасына байланысты тергеу нәтижелер әрине осындай уақыт деп айта алмаймыз. Сондықтан да нәтижесі жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады. Жаңа біз бір мәселені көтердік қой, азаптауға қатысты. Жаңа ғана бұқаралық ақпарат құралдарының бірінен көрдім. Сіздердің тараптарыңыздан орналастырылған материал, яғни осы азаптау әдістерін қолданды деп негізі өзінің қылмысын жасырғысы келген азаматтарда болған деген мәлімет. Мұндай азаматтардың саны көп па? Ондай азаматтар бар. Бана айтып отырмын ғой, азап тергеудің рұқсат етілмеген әдістері бойынша бана 500-ден аста арыздар түсті бізге. Бүгінге оның 264-і бойынша тергеу жалғасуда. Әрине, біз енді әрбір бұл жерде нақты әр кінәлінің дәлелдемелер жинақтала отырып, даусыз дәлелдемелер жинақталғаннан кейін баға беріледі. Сондықтан да ол тексеруді қажет етеді, әрбір факт. Сондықтан да прокуратура органдары осы тергеу барысында азаматтардың құқықтарының сақталуына, конституциялық құқықтардың сақталуына, заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуде.
Бірақ дегенмен мұндай фактілер бар, яғни Бар. азаматтар азаптады деп айыптауы мүмкін, бірақ іс жүзінде расында дәлелденген, жаңа ол жерде жазылып тұр, видеомен дәлелденген қылмыстар бар, азаматтар өз-өзін осылай ақтап алғысы келген деген мәселе. Олардың сол арыздарының шындыққа жанасатын, жанаспайтын жөнінде мына тиісті сараптамалар тағайындалуда. Сараптама нәтижесінде әрбір арыздың қаралу барысында нақты баға берілуде. Енді қараңызшы, аталған мәселеге қатысты, жалған ақпарат таратушылар. Осы жалған ақпарат таратушылар болды ма, және олар жауапқа тартылды ма? Олардың жазасы қандай? Енді жалған ақпарат тарату фактілері әлі күнге дейін орын алуда. Дегенмен біздер орталық коммуникация алаңында, өзге де алаңдарда осы шындыққа жанаспайтын, жалған, фейк ақпараттар таратпауды және оған қылмыстық жауапкершілік көзделгенін айтудамыз, айтып келеміз. Бүгінде өткізілген брифингті айтылған болатын. Яғни бүгінгі күні 11 жалған ақпарат тарату фактісі бойынша 11 сотқа дейінгі тергеп тексеру тіркелген. Оның біреуі бүгінге сотқа жолданып, сот үкімі шықты. Қандай үкім шықты? Бас бостандығынан шектеу жөнінде Ақмола облысында азаматқа жалған ақпарат таратқан үшін 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан 3 жыл 6 ай, тек қана жалған ақпарат таратқан үшін. Бізді көріп отырған азаматтарды құлағына алтын сырға ескере кететін дүние, фейк ақпарат тарататын болсаңыз, 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылуыңыз мүмкін. Ол енді бүкіл дәлелдемелерді жинақтай отырып, сотпен тағайындалған жаза. Бұның жеңілдетілген түрлері де бар ма негізі заң бойынша? Бар, енді өзін әр кінәлі тұлғаның әрекетіне баға беріле отырып тағайындалады жаза. Әрекетіне байланысты, заңдарға сүйене отырып. Сіздердің тараптарыңыздан, егер қандай да бір қару-жарақтың бар екен белгілі болса, азаматтар міндетті түрде хабар бере алады, және мұндай азаматтар жауапкершілікке тартылмайды деп уәде берілген болатын. Өз еркімен қару-жарағын келіп өткізіп жатқан, немесе ақпарат беріп жатқан азаматтар болды ма? Фактілер болды ма ондай? Мына ішкі істер министрлігімен бірлесе өткізілген брифингтерде орталық коммуникация алаңында осы фактілерді бірнеше рет айтқан болатынбыз. Яғни атыс қаруын, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды сақтаған үшін ғана өз еркімен келіп, егер де басқа қылмысқа қатысы болмаса, өз еркімен тапсырған жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Ол енді қылмыстық кодексінің 287 бабының ескертпесінде нақты белгіленген. Сондықтан да ондай фактілер бар. 120-дан астам тұлға өз еркімен қаруларды тапсыру. 120-дан астам тұлға. Қаруларын тапсырды. Яғни осындай жағдайда әрине құқық қорғау органдары ең біріншіден олардың басқа қылмысқа қатысы бар жоғын тексереді. Егер де дәлелін таппай жатқанда қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды. Бұл тұлғалар, 120 тұлғаның, бұл кездейсоқ тұлғалар ма, яғни бұл көршілері, сол қару-жарақты көріп қалған азаматтар ма, әлде өздері барып қару-жарақ дүкендерін тонаған азаматтар ма? Бұл кісілерде қайдан ол қару-жарақ пайда болған? Енді әрбір фактіні бана айттым ғой. Ең бірінші басқа қылмысқа қатысы бар тексеріледі, зерделенеді, кейін барып олардың әрекетіне баға беріледі. Егер де қатысы болмаған жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады, қылмыстық кодекске сәйкес. Сынақты айта алмайсыз? Бұл фактілер зерделеуінде баға беріле отырып, бірақ ол кісілерге қатысты қылмыстық жаза қолданылған жоқ бүгінгі. Жалпы қылмыстық жауапкершілікке тартылып отқан азаматтардың саны қанша қазір? Осы қаңтар оқиғасының негізінде? Жоғарыда бана атап өттім, 1207 тұлға күдікті деп танылды. 585-і бүгін сот санкциясымен қамауда. Енді күннен күнге жаңадан ашылған мән-жайлар бар, жаңадай видеолар бар, зерделеніп жатқан, талдау жасалып жатқан. Солардың нәтижесінде қосымша тұлғалар анықталып жатыр. Бана өзіңіз айтып өткендей, Қайрат Құдайбергеновті қамады. Сондықтан сол сияқты тергеу жұмыстары жалғасуда. Әлі де осы қаңтар оқиғасына байланысты ұйымдастырушылар, оған қатысушыларды анықтау бағытында
әлі тексеру, тергеу амалдары жүргізілуде. Жаңа өзіңіз айтып өткен 1207-ның негізінен қай аймақтардан күдіктілер? Еліміздің қай өңірінен азаматтар? Енді мынау жаппай тәртіпсіздіктер еліміздің 8 өңірінде орын алып, бұл Алматы, Шымкент қалалары, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл, Ақтөбе, Атырау облыстарында. Енді көп шығын келген, өзіңіз білесіз, Алматы қаласы, яғни 3-тен 1 деп айтсақ болады, Алматы қаласында ұсталды бұл тұлғалардың. Бірақ бұлар Алматы қаласының тұрғындары ма, әлде басқа өңірлерден келіп осы жерде бүлік жасаған азаматтар? Ол жерде тек қана Алматы қаласының тұрғындары емес, басқа өңірлерден келген тұлғалар да бар. Олардың ішінде яғни 200-ге жуығы қамауда отырған. Сол Алматы қаласындағы жаппай тәртіпсіздіктерге байланысты қамалдаған. Кейіннен ол Жамбыл облысы, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облысында 100-ге шамадан астам қамалып отыр. Негізі осы қаңтар оқиғасы кезінде орын алған қылмыстық әрекеттерге барған азаматтардың сөзсіз қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқаны ол дұрыс, бірақ дегенмен арасында абайсызда ұсталып кеткен, немесе ешқандай бір қылмыстық әрекеттерге бармаған азаматтардың да бас бостандығынан айырылғанын, және сон құрылған комиссиялардың негізінде ол азаматтардың бостандыққа шыққанын біз білеміз. Қазір осындай ата-аналарының тарапынан, мүмкін туған туыстардың тарапынан шағым түсіріліп атқан азаматтар бар ма? Жаңағы өзіңіз айтып өткен 1200 адамның ішінде. Мұндай азаматтар қалды ма? Әлде расында барлығының қылмысы дәлелденген, расында қылмысқа барған азаматтар ма? Енді президенттің тапсырмасы бойынша жалпы қаңтар оқиғасымен байланысты ұсталған, яғни ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде олардың жазаларын жеңілдету бойынша біздер шаралар қабылдадық, әлі де қабылдаудамыз. Өйткені бүгінге біздер денсаулық жағдайын, әр ұсталғанның әрекетіне баға бере отырып 400-ге жуық азаматтың қамауда ұстау бұлтартпау шарасын жеңілдеттік. Яғни үй қамаққа, кепілгерлікке, қолхатпен жібердік. Енді бұл жұмыстар әрине оның ұсталғандардың туыстарымен, азамат белсенділермен, қорғау бірлесіп жасалып жатқан шаралар, әлі де бұл жұмыстар жалғасуда. Әрине, бүгінге айтып өткендей 400-ге жуық біздер адамның бұлтартпау шарасын өзгерттік. Жеңілдеттіңіздер, яғни түсінікті. Ең маңызды сауал, бір ғана минут уақытымыз қалды.